Аузубиллахи Кул таалау, келе қойыңдар онда, оқып берейін сендерге. Атлу ма харрама раббукум алейкум. Раббыларыңның сендерге қандай нәрселерге тыйым салғанын біраз айтып берейін. Бірінші тыйымы не болады ол жерде? Алла тушрику бихи шайян. Аллаға серік қосуларыңа болмайды. Екінші, ва бил валидейни ихсана. Ата-анаға жақсы қарау, жақсы мәміледе болу. Сосын жаңағы вала тақтулу ауладакум мин имлақин. Нахну нарзуқукум ва ияхум. Кедейліктен қорқып балаларыңды өлтірмеңдер. Бұл күнә көп тараған болған ол кезде. Пақыр үйінде тамақ болмағаннан кейін туған баласын өлтіре салатын да, енді көме салады. Я қыздан бөлек, кішкентай қыздан бөлек та, кедейліктен қорқып. Балаларыңды кедейліктен қорқып өлтірмейсіңдер, өйткені оларды ризықтандырып атқан, сендерді де ризықтандырып атқан біз ғой дейді Алла Тағала, жаңа аяттың мағынасында. Сосын айтады: "Вала тақрабул фавахиша ма захара минха ва батана." Сондай-ақ арсыз істерге ешқашан жақындамаңдар. Ол арсыз істер көрнекі түрде жасала ма, яғни қоғамдық деңгейде жасалып жүр ма, әлде жасырын жасалына ма? Осы жасырын түрінде де көрнекі түріне де жақындамаңдар деп жатыр Алла Тағала. Заликум вассакум бихи лааллакум тақилун. Алланың айтып отқан өсиеттері осындай, егерде ақылдарыңды жұмсай алатын болсаңдар. Вала тақрабу малал ятими. Сондай-ақ жетімнің малына жақындамаңдар. Илля биллати хия ахсан хатта яблуға ашудда. Жаңағы жетім балиғат жасына жеткенге дейін олардың малына тимеңдер. Тек қана оның малын көбейтіп, сол үшін ішінен өзіңе бір айлық алып тұрсаң ғана болады. Малға қарау керек қой, жұмыс қой ол да. Ва ауфул кайла вал мизана бил қист. Сондай-ақ таразыларды өте әділетті түрде орындаңдар. Өлшеген кездеріңде. Ла нукаллифу нафсан илля усаха. Шындап келген кезде осы айтылып жатқан нәрселердің ішінде дейді Алла Тағала, адам баласына шамасы келмейтін нәрсені жүктемейміз ғой дейді. Сосын айтады: "Ва иза култум фa'дилу." Қашан адамдармен сөйлеп қалған болсаңдар, сөздеріңде әділ болыңдар дейді. Алдап, тағы басқа нәрсені істеп жүрмеңдер. Әсіресе қай жағдайда? Валау кана за қурба. Сөйлеп тұрған адамың туысқаның болса да, "Я, мынау бүлдірген" деп айту керек болса, айт, "Мынау бүлдірген" деп айт. Балаң бола ма, туысқаның бола ма, ешқашан жаңағы бұны жасыру керекпін ғой деп бұлай сөйлеп қалмаңдар дейді. Ла иляха иллаллахның тармақтарын көрдіңіз бе қалай кетіп жатыр? Бәрі тармағы. Соны айтады: "Ва ауфу ва би ахдиллахи ауфу." Сондай-ақ Алла Тағалаға берген серттеріңді әрдайым орындап жүріңдер. Заликум вассаухум бихи. Міне Аллах Тағала сендерге осы нәрселерді өсиет етеді. Лааллакум тазаккарун. Бәлкім естеріңді жиярсыңдар. Наушында да керемет нәрсе ғой деп. Сосын 3-ші аятын оқиды: "Ва анна хаза сирати мустақима." Міне менің тура жолым дегенім осы дейді Алла Тағала. Меккелік кезеңдегі талабы тура жолдың. Тура жолым дегенім осы ғой дейді. Жаңағы аталған нәрселер осы дейді. Фаттабиғуху. Осы жолға еріңдер де, фала таттабиғу субула. Басқа жолдарға ермеңдер. Фатафаррақу бикум ан сабили. Басқа жолдарға еретін болсаңдар, ол сендерді Алланың жолынан алып кетеді. Басқа жолдар деген сөз неше түрлі жаңағы әртүрлі пікір, идеология, әртүрлі жүйе, небір нәрселер да. Алла Тағаланыкіндей айқын нәрсе. Не осы нәрселерді атқаратын болсаңдар, заликум вассакум бихи. Алла Тағала осы нәрселерді сендерге өсиеттеп жатыр. Лааллакум таттақун. Тақуалардан боларсыңдар ау.